Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Вирсус. Бүгін бізде керемет китке арналған, события шығыпты, соның скинін береді екен. Бүгін біз соны алуға тырысатын боламыз. Видео осымен басталып кетті, сразу мінекей бірінші раундта ойнап жатырмын. Видеоға лайк басып, подписаться кнопкасын басып кетеміз. Мінекей көріп отқаныңыздай бізге қиын болып жатыр. Мына жерде уже опасный бізде. Енді мен қасымда асыл жан бар. И бізде бір рандоммен кіріп кеттік. Мінекей бізде матч басталды. Уже көріп отқаныңыздай бізде енді оңай емес, сақтану керек. Мінекей көріп отқаныңыздай. Кім еді бұл? 8 жоқ, қаяқтағы 8 бит вольтпен секіріп келіп, мінекей бізге бір гол салып кетті десем. Өкінішті әрине 1-0. Енді бізде жалпы 3 попытка бар екен. И бізде 6 матч ойнасақ болды, 6 матч ұқсақ болғаны. Енді бізге көре жатамыз, жолымыз бола ма, болмай ма. Жалпы мен енді қандай матчтар екен дұрыс қараған жоқпын, сразу бастап кеткен болатынмын. Мінекей бізде ар жақта қалып қойды. Саған мұнда істеп жүрмін, енді бару керек. Жетсем бе, жетіспейтін секілдім. Уже бір гол ма, сразу 2 гол салып кетті. Жоқ, достар, чудом дей ма, азғантай қалып, чуд қалды. енді бұл тағы бір гол кіргізіп аламыз ба деп едім. Әзірше ұтылуға желание жоқ, бастамай жатып. Главное ұтылмау керек енді. Жалпы мен спайк алып алған едім, кішкене урон көп алады. Гол салмасам да хотя бы противниктарды өлтірсем деп отыр едім. Мінекей бұл жерге бүйтіп кипермен лақтырамыз, что-то тимей қалды. Бірақ кімді өлтіріп тастады. Уже 2 боец өлді, оларда тек кім қалды? Осыны сала алам ба? Гол салдық. Достар, бірге бір теңестік. Енді ұтылмау керек, тағы бір гол салу керек. Аз минуттар қалды. Жаңағы жерде қатып қалды. Соперниктеріміз тупить етіп қалды. Бұл жерде енді не көріп отқаныңыздай. Что-то өтірік афка болып тұр ма, білмедім. Нақты мақсатын, бірақ что-то аз қимылдап кетті. Сет қатып жатқан жер мүмкін. Мінекей бұл жерде вольттан абайлау керек. Угадать ету керек. Міне вольттың бір өзі кіріп кетті, абайлау керек. Мінекей өлтірдім. Дополнительное время дейді, и варты ашық тұр. И гол. Бірінші победа құтты болсын. Уже бір победа алдық. Бізден енді 5 қалды. Мінекей ансар шақырып жатыр екен. Онда қосып алып командамызға 3-3 ойнайтын боламыз, жалғастыратын боламыз енді. Мінекей ансар мен асылжан. Ансар бибиді таңдапты. Міне привет деп жатыр. Енді жалпы ансар емес, енді асылжаннан ба, сообщение жазылмайтындай болып тұр екен. Ол настройкадан жөндеу керек. Әзір айтатын болам, қалай жөндеу керек екен. Әйтпесе кейбір адамдар мінекей осындай болып тұрады, чат solution деп. И оны ашуға болады. Осы настройкада шықаймыз, көрсететін болам. Енді екінші матчқа кеттік сразу. Тағы да вольтпен кит алыпты. И бұл жерде бибиді таңдаған екен. Енді абайлау керек. Бұда да опасный. Жалпы оңай соперник жоқ енді. Жалпы ма подписчиктер айтқан болатын, маған алыңызшы деп китті скинін. Жалпы мен өзімде кит жоқ енді. Скинін алып қоятын боламыз, болашақта түсіретін шығармыз яғни. Мінекей бұл жерде бүйтіп сала алмаймыз, конечно. Бибиді ата деймін. Өлтіре аламын. Ультамды тығып қалды енді. Қолданбай қойын деп, соның кесірінен гол кіріп кете жаздады. Сосын ата салғанымен бекер айдалақ атып жүрдім. Қалжан қолдана салу керек. Өзімше не істеп жүр енді. Абайлау керек. И бар екен, ана жаққа бір ульталақты мағасын. Жоқ, өліп қалдым. Бірақ қараңыз, гиперзаряд лақтырып, гиперзарядты қолдану керек еді. Енді ештеңе етпесен көреміз, гиперзарядымыз толып тұр, ультамыз жоқ, қолдан тастаған едік. Неге кейіп жүр онда? Что-то бұлай атып көрейік, ешкім жоқ па? Бұлай асықпай бару керек енді. И ворота қарай доп тепті, бірақ енді жай тепті бұл жерде.
обманка и мына жаққа киіп бердім. Лақтырамыз ультаны. Я мына ой, гол бар. И гол. Ансар гол салды. Молодцы. Енді есеп берген ол, енді біз кішкене выигрышный позицияда келе жатырық. Енді ультаны лақтырамыз. Что-то тимей қалды. Хотя бы ана жақта проходтың жауып тастады. Мына кетті өзім алып тастаймын. Ай, мынада ульта бар екен. Ай. Ультасы бар екен, білмей қалдым. Ульта болмағанда шанс бар еді. Өйткені спайктың уровні мықты да, слишком көп алады. Көрдіңіз, не там сейф ойнағанда соны ойнайтын. Опа, қарай опасный момент деп қалды достар. Чисто момент пайдалана алмай жатырған секілді 21 секунд қалды. Енді главный гвардақ жақындатпау керек, енді сала алмайтын шығар енді. Уверен, сала алмайтын шығар. Жақсындығы абайлау керек. Міне кіріп кетті, ё-май. Гиперзарядымды қолдам жетпей қалды достар. И біздің гвардақ гол. 3 секунд қалғанда гол келіп кетті, прикинь. Ё-май, абайлау керек енді кішкене бұлай қолдана берейік. Бізде осындай ашық алаңда шанс көп секілді, чем пусты ана қорғаныстардан қарағанда, өйткені онда кит бар, биби бар. Ближний бой емес та. Ближний бой деген. Олардың бір емес, екі байсын өлтіріп, и гол салып кеттік. Асылжан молодцы. И бізде уже ұттық. Екінші матч қатарынан ұтылып жатыр енді. Главное, ұтылып қалмау керек енді. Үш-ақ поражение. И бізге 100 білінге берді. Келесі бізде уже горячая зона екен. Енді бұл енді қиын. Маған өзіме ұнамайды жалпы, шынымды айтсам бұл режим. Я, онда болса біз кімді алсам мінекей Громның өзі тұр екен. В общем, Громмен ана артта тұрып, в общем, противниктарға мешать етемін деп ойлап отырмын енді. По плану солай. И біз осы ганжет аламыз, өйткені бұл мықты ганжет енді. Мінекей бұл жерде не алсам болады? Защитамен баламын ба, или ульта жақсы ма? Ой, ганжет жақсы ма? И бізде мына екеуін біреуін таңдай салған дұрыс екен. 31-ден анау-мынау. Осыны таңдай саламыз. И біздің қасымызда Асылжан мен Ансар нені таңдайтын күтеміз. Олар өз таңдауын жасанша біз сіздерге настройкадан көрсетіп жіберейін. Мінекей мына жерде көріп тұрғанды заглушить. Приглашение команду мен заглушить чат команду дегенде өйстіп включ. В общем, өшіріп қою керек қой, қызыл қылып. Соның кесірінен сіздер сообщение жаза алмайсыздар. То есть сізден кірген чаттар сообщение жаза алмайды. Сосын соны алып тастаған жөн. Мінекей біздің топта сол Асылжанда сонда қосылып тұр екен, соған айтып жатқаным. Если осы видеоны көріп жатсаң, Асылжан саған арналады. Мінекей бұл жерде соперниктерімізде көріп отқаныңызды абайлау керек енді. Бізде бірақ екі танкі ғой, как-никак. Мынау қанды ішіп жатыр енді, айталады, атып ультасы бар еще. И спайк жерден жетіп жатыр. Мен манадан бері тығылып енді шығып жатыр. Айдалаға лақтырып жүрдім енді. Сразу ганчетке киіп тиіп базар. Енді ұтып жатыр. 35-те 16%. Бірақ енді мынау қаны шығып тұр енді. Бізге шанс бермей тұрған. Жалпы енді кім мынау келіп. Менің ұшыма ұнамай тұр енді осы. Именно маған келіп секіріп жатыр енді. Бұған қарсылық көрсету қиын, өйткені ближний бой мен қасында жоқ, маған шанс жоқ десем болады. И бұлай ганчетті лақтырып солай ганчет ультаны лақтырдым. И мынау қайтадан келді енді. Жалпы енді маған қиын соперниктер екен, уже камбек жасап отыр, базар жоқ. Ойлау керек. Мінекей спайк өзінің ультасын қойып, то есть ганчетін қойып қойыпты. Бұдан енді пайда жоқ. Мынау қайтадан келді, бұны өлтірген сайын бізбен бірге тіріледі, базар жоқ. Лақтырайық енді. Қыпысын сразу солдат имба базар. Даже Эльпримом өзі қиналып жатыр енді. Джек егеуі. Уже жинап тастады, базар жоқ енді. Отылып қалды, өкінішті әрине. Біз әлі екі зат бар, не қылдайтын еді. В общем, екі попыткамыз бар әзірге. Өкінбей қойайық. Әміз ала салмайын. Өйткені әміз дистанция сақтайды. В общем, оларды жаңа жаққа бері қарай келдірмеу керек. И еще жаңағыдай кім еді? В общем, шарф таққан нефір бізге секірген кезде біз оны итеріп жібереміз. И в общем, план солай енді жалпы. Енді мен енді әмізбен көп ойнамаймын.
жалпы эмізді дамытып тастау керек еді, чтобы в общем не қылдайтын анда, в общем типа рейтинг сияқты зат ойнаған кезде ранговый бой ойнаған кезде кішкене маған жақсы да. И біздің соперник самурай, мынау паучок, кім енді анау скиннан білмей тұрмын. По идее анау каратист секілді. И бізде тик что-то тупить етіп сразу өліп қалды. Енді білмеймін, тик деген артта жүретін сияқты, сразу атакаға кіріп кетті. Ал мынау енді каратист тәуішкесін лақтырып жатыр, енді абайлау керек. Барынша енді біз енді главный точканы алып алдық, 21-23 сразу да. Ұтып жатыр енді. Главное осы преимуществодан айырылмау керек. Даже 8 тиктің өзі дымсы. Міне көріп отқаныңыздай күтпеген жерден сразу опасный шабуыл жасап жіберді. Енді біз былай бармаймыз, өйткені тик алдымыздан күтіп алатын болады. Мінекей көріп отқаныңыздай қапталдан барып, мынау енді ближний бой анадан абайлау керек. Мінекей сразу 2-3-ден біз енді бірақ енді көріп отқаныңыздай кішкене 50% жинап тастадық, жартысы қалды. Осы тактикадан қалмау керек. Сақ болу керек, барынша мінекей ультамыз соларға жинадық. Міне қазан бас келді, бір абайлау керек. И бұл жерге лақтырсақ жетпей қалды чуть-чуть. Мінекей хотя бы тикті өлтіріп кеттік, главное өлтірмеу керек. Бізге жалпы центрден шықпау керек. Абайлау керек енді. Мінекей көріп отқаныңызда уже не істеп жүрді. Ё-моё, бізде енді лайк қойып жатыр енді. Что-то анау преимуществоны аналар алып алды. Центрден тұрған атып жатыр. Мінекей мынау ё-моё, сразу мынау агрессивно ойнап жатыр енді, базар жоқ. И біз ұтылып жатыр. Абайлау керек. Анау баспаңғыр. Тик кетті бір. Жақсы енді ешеңіз мынаны өлтіру керек. И біз алдық преимуществоны қайтадан. Главналарды күтіп алу керек. Опа, жетіп аз қалды енді. Чуть-чуть қалды ұтуға. И ұттық достар, мінекей победа біз алып кеттік. Жақсы ойын бол енді. Соперниктер мықты болды енді. Чуть-чуть қалды ұтуларына енді. Біздің команда енді мықтырақ болып шықты. Редкий сразу редкий ештеңе түспейді. Неғып зат істеп отырмын, жақсы енді. Онда келіс тағы да ойнайтын боламыз. Горячая зона, молодцы. Мына жақта ештеңе жаза алмай жатыр. Жаңағыдай істеу керек. Онда болса кеттік тағы басайық. И бізде уже екінші ойынымыз басылып кетті горячая зонадағы. И біздің соперник уже тикті тағы да тикке тап болдық. И қалған екеуімді ашып көріп жетіспей қалдым. Мінекей қазір көретін боламыз. Тигі атып жатыр. И бізге уже амбер келді. И бізге мынау қайтадан келді енді. Бұл енді қиын соперник, кішкене соперник ретінде. Енді біз тикті де ұттық, мұнан да ұттық, амберді ұттық. Амберді өлтіре алмай қалдым. Жоқ, бірақ бізде ансар өлтіріп тастады. И мінекей нефорды да өлтірді, базар жоқ. Мінекей мынау рандом атып жатыр. Ультаны қолданып бара жатыр. Жақсы болды, хотя бана басына тимей қалды базар. Амберді атпасақ десем, амбер çok дистанциядан айырып жатыр енді. Опа, нефорды тигізіп кетті енді, базар жоқ. Апталдан барайық енді. Абай болу керек, тіпті бармау керек жалпы. Барынша өткен олар. Пример сол жаққа рандом ата береді. Мінекей. Құтта енді қиын болып жатыр. Бұл жерде ұлжанға главный затты алып, біз оны алмай жатырық центрді. Амбер вообще не. Мынау аспаннан ұшып кетті, білмейсің қайдан келгенін. Оған қарсы уже әдемі концепт қолданып жатыр екен ансар. Асылжан бізде қиын санайтын правилерді алып алған. И уже мынау тик біліп алған, мен қай жақтан келетін сразу алдыма атаковать етіп жатыр. Амбер енді мешать етіп жатыр, енді базар жоқ. Бұда енді ұталамыз да, опа, өлтіріп кеттік. Мынау қайта секіретін шығар, абайлау керек. Если что, ганжет басып қалам, опа, сүйтіп жатса осындай екен, білмей қалдым. Атак команда жоқ, жетіспей қалдым. Білмеймін, енді ганжетті басып жатырмын, банша бірақ басылмай жатыр енді. Или басылған, просто алыстан басып қойып жатырмын ба, и тақырып қалды. Қалғанда нешінші рет бұл?
бірінші рет пе екен, екінші рет ұтылып жатырмын достар. Бұл последний попытка. Тағы ұтылсақ все уже ұштық. В общем, осы зат скинді ала алмай қаламыз. Сол үшін барынша мықтап ойнау керек енді. Енді кімді алсам болады. В общем, бұлай Покконы алсам ба деп отырмын енді. Өйткені Поккомен бір не тяжелый, в общем, боецті бір хилка жасау керек. Мінекей Биби таңдасам ба кейін. Мына жақта уже бірақ кімді алып қойып тұр да, Покко ала салайын ба. Типа танк боецті алып қойды. Екеумізде ближний бой болып жүрген енді. Что-то болмайды енді. Покконы таба қойын деп бүйтіп сначала более редкий деп қойып іздеп өтіп. По идее редкий секілді, бірақ бұл жерде жоқ. Қайда кеткенін білмеймін енді. Іздеп табу керек енді. Что-то үстінен қарай берейік енді. Даже мифик емес. Легендарныйлардың арасында легендарный арасында тұрып базар жоқ. Мінекей бізде общем қандай заттар бар. Что-то дұрыстап таңдау керек енді. Хилка дейді, общем қасындағыларды емдейсің дейді. Мынаумен мінекей осы керек бізде атакамызбен емдейтін. Осыны таңдай саламыз. Бұл жерде тик пен кім еді анау? Сосисканы алыпты, в общем. Бізде Покконы алдық енді. Біздің соперниктерімізді примерно сондай, бірақ Тара мен Бибиді алыпты. Енді Бибиді біліп отқанымызда ближнийға танк ретінде алған, ал Тара помощник қой типа. Хилка жасау керек. Хил жетіспей алдым. Өкінішті хотя бы тиктік хилка жасап, хилчедек. Покко қыпсы көп дамжытпайды. Қолданып жіберейік. Потом тұрмға. Жалп бірлікпен ойнаған енді. Мінекей хилка жасау керек. Потом жетіспей атын, даже толып жетіспей жатыр. Ё-май, ульта қолданып қытын толтырған соң өзінде өлтіріп кетті база. Мен Поккоға келіспейтін секілдімін. Тараны ала салу керек еді. Өйткені Тара кішкене зат байысты. В общем, ближний, дальний, бәрі мықты байты, в общем. Хилка жасау керек, и өліп қалды, сразу хилтетін керек. И сразу өліп қалды. Жоқ, база жоқ. Тірі қалу керек, енді барынша мына гиперзаряд қолданбай тұрмын, әзірше что-то не істейтін нақты білмеймін. Қазір өлейін деп жатқан кезде бір қолданбастан өлтамын. Мінекей бұл жерде Тараның қолдарын бір атакамен өлтіріп тастаймыз. Мінекей қолдануға болады. Что-то тым қып толтыра алмай жатыр. Базар. Соң өзімді неше зат аттым. Ұтылып қалдық сразу. Все. Осымен бәрі бітті болды енді, короче, ұтылдық. Енді мінекей 3 поражение подряд алдық. Бізге 5 кемге тағы плюс 2 попытка береміз. Что-то ойлану керек. Шығып кетейік енді. Көрейік, аламыз ба? Мақыл, алайықшы. Енді көреміз. Покко алмау керек енді. Явно Асылжан шақырып жатыр. Енді Асылжанды қабылдайық. Асылжанды сатып алған бекен, білмеймін. Екеумізде де бірдей попытка біткен еді. Муканы шақырып алған, кіз Мука. Енді білмеймін, енді кімді сатып алған, Ансар алды ма екен, алмады ма екен, нақты білмеймін, ода гейм бар ма, жоқ па. Тосын әзірге шақырмай тұра тұрайық, өзі шақырған кезде қабылдармын. Мінекей, Мука алып апты уже. Скин алып алған уже, мысықтың базар жоқ. И сразу келесі, в общем, қайтадан короче, сонан баста кеттім, бірақ Мука жоқ, оның орнына бір рандоммен кіріп кеттік, өйткені Мука уже алып алған екен, демек ол ойнай алмайды деген сөз. Бұл жолы мен Тара алдым енді. Тара енді өзім ұнайды, жақсы бравлер енді кішкене. Опа, сразу қыптың бәрін жеп қойыпты, базар жоқ. Енді бұлай кішкене өтік атакаларын ажаққа атсын деп. Бұлан зонада тұрып алу керек, мынау қайтадан келді. Мынау да бар. Жалпы дұрыс қолдансаң мықты бравлер жаңағы. Енді бірақ Барли алған түсінбедім енді. Барли, зачем Барли? Өзіне ұнайды жар, енді білмейміз, енді біз әлай сразу өлтіріп тастаймыз. Барлиді өлтіріп бұл, мен кімді өлтірген шығатсың мұнаны. Что-то абайлау керек. Барынша сақ болу керек. Мінекей көріп отырғаныңыздай. Енді что-то абайлау керек енді.
Ну енді көп сөз айтып кеттім, енді абайлау керек деп. Жақсы, енді былай опа мінекей маған қарай секіріп сразу қолданып типа қорғанып қаламын деген оймен тупо ұсталып қалдым. Енді абайлау керек. абайлау керек. О, сразу барып қадалып қалдым енді. Что-то мынаны құрту керек. Опасно. Уже бұлар центрда алып алды. Біз айтпақшы 2 попытка ғана бар. Уже бір рет 2 рет ұтылсақ, все. Киттің іскенін түсіңде де көрмейтін боламыз. Мынаны опа мінекей. Кетті, құрттық көзін бұл жақта, мына жақта аңдып жүр екен. Джекки молодец. Рандом болса да хороший, жақсы не дейтін. Бізден қарағанда, менен қарағанда. Міне Асылжан айырып жатыр, базар жоқ. Главное, центрде тұру керек. Что-то былай тұрасы. Міне көріп отырмыз. Жақындап жатыр центрге. Мынау ультасын қолданып жетісі лақтырамай жүр. И бізде 99% достар. Бізге енді сразу барып просто тұра салсақ ұтамыз енді. И артынан келіп тұрып алды, базар жоқ Асылжан. Лайк басып қоямыз Асылжанға. Мінекей ұтып кеттік. 4-ші победа алдық. Енді бізде қателеспесе бір испытание қалған болатын. Не беріп жатыр маған? Бәсе. Блинге беретін секілді деп қоям. И бізде, в общем, хоккей. Что-то на картаны білемін, по идее. В общем, абайлап ойнау керек. Абайлап. Главное, тактикамен скоростьпен ойнау керек енді. Ну, енді бұл жолы кімді алсам, тараны алмай-ақ қоямын деп отырмын. Мына жақта Мука кірмейін деп отырған кезде екен. Мука ойнай алмайды. Мукадан сұрайын деп едім, қандай боец алған дұрыс деп. Ну, енді онымен сөйлесе алмаймын. Енді Морти салған дұрыс па, или Спайк ала салған дұрыс па? Спайкпен жалпы урон көп азайтып тастасам ба деп отырған ойым бар. Типа аналарды өлтіріп тастап, и спокойно гол салып кетуге шанс бар ма екен деп отырған. Типа сондай план ғой, короче. И кеттік. Енді ол Джесси алды. Айтпақшы 3-ке шекен, 2-ке затты ойлап отырмын. Стул алған бізде соперниктерді стулмен. В общем, енді соперниктер енді серьезный пландары бар секілді, скорость бар. Мен тартып алып, базар жоқ. Мен ойлаған едім, мына басында что-то правда слабый да, Поко секілді бірдеңе шығар деп ойлаған едім. Что-то урон аз алса да, базар жоқ екен. Бүйтіп лақтыра саламыз енді, топ сразу бізге қайтып келді. Что-то дұрыс емес. Траекториямыз, в общем, солай. Қисық лақтырып жатырмын. Білмеймін енді бір қапталда қай жақтан, оң жақтан лақтырған дұрыс секілді. В общем, мына жақтан бұлай кіріп кететіндей қылып, мына жақтан лақтыру керек еді. Оң жаққа, сол жаққа, в общем, мына жақтан лақтырғанымыз абайлау керек. Топ жетіп қала беремін осылай. И сразу құтыла салған дұрыс бұлай. Кезінде беріп қойдым допты енді. Салып кетпесе болғаны. Мына жаққа бүйтіп лақтырайын, чтобы ананы деп тастау үшін. И шошып кеттім, кіріп кеттім деп. Кірген жоқ. Мінекей, не істеп кетті мынау. Жетудің өзі азап болды. Лақтырды, что-то күтіп аламыз осылай. Маған секірдік, каратист. Өлтірдік, в общем, вартада типа нас тупо ғой, қарашы, тупо. Не қылып жүгіріп бара жатырмын енді. Бірақ гол салып кетті Асылжан, молодец Асылжан. Базар жоқ. Ойланып тупо ана жерде енді бірақ мінекей. Қалай лақтырсам, мына жаққа лақтыра, мынау уже атқылап жетісіп бара жатыр. Бізге жоқ, қате болды. Ойлағым рандом сап тастайды жағындық. Как? Бізге гол кіріп кетті, базар жоқ. Алдысынан китаец күліп тұрған смайлигі бар, бізге гол салып кетті. Біз қиналып гол салсақ, ол оңай салып кетті енді. Кішкене өкініштен. Сонда да енді барынша мінекей салып, молодец. Жоқ, қиын лақтырып жетіспей қалды. Мүлкі абайлау керек бұнадан. Кішкене абайлау керек. Алдық топты и сразу мінекей Асылжанға береміз. Асылжан гол. Жоқ, жетіспей қалды. Мынау жетісіп кетті. Базар жоқ. Күтіп тұр енді топ қашан келеді деп. Лақтырып жетіспей қалдым. Стул өзін есе алады дейсің. Кеше қиын болады. Соң өзді базар жоқ, не істеп кетті.
рандомно басып жатыр. Соның өзінде ешкім өтіп кетті басып жатыр. И дополнительный время қалды. Еще бір азғантай уақыт қалды, енді абайлау керек. Иә, главный гол салса оны керек. Бұлар скоростьпен көріп отырғанда тек жылдамдықпен тек өздерінің тупить еткен способность болмаса. И 1-1 неме қалып қойды ма? Жоқ, гол емес. Ай, абайлау керек. Ультасымен атып жүрмесін. Иә, мынау ё-ма, естіп кетті. Йо, достар. Поражение. Китайды тағы салып кетті. Өкінішті енді бір-ақ попытка қалды. Бір-ақ попытка. Ансар бізді шақырып жатыр. Ансарды қабылдаймыз сразу. Енді тек бізде 2 ойын керек. Еще бір-ақ попыткамен енді жаңағыдай көріп отқаныңыздай ұтылып қалмау керек. Енді барынша енді скорость правлер алу керек. Енді Мортис алсам ба деп ойлап отырып. Мортис алайын, жоқ, Асылжан таңдап қойып тұрмын. Сразу ауыстырып едім, өзір бұл таңдадым дегендей. Енді кішкене неприятно болып қалмасын. Ой, алайды. Өзін неловко сезінбес үшін енді ойланып отырмын, енді кімді алсам, Студы алсам ба екен. Стумен жалпы өзім дұрыс ойнай алмаймын, шынымды айтсам. Ансардың өзі даже бәрі Мортис алып алыпты енді. В общем, Студ таңдайтын шығармын деп отырмын енді. Көреміз енді, қача жаттағын қарап алу керек, жөндеп. Асылжан жатты алыпты Бибидің. Жақсы, Биби деген өлеңді мықты бравлер. Аха, мінеке көріп. Қайсы не екен нақты білмеймін. В общем, пайданы екіншісі рикошет жасау керек. Біздің затымыз, в общем, открытый ғой. Ондай бізге нафиг керек. Керек емес деген кешірім сұрайын. Аха, мінеке без тормозов бірдеңеде шірдеңе дейді. Енді осыны таңдай салайық. И бізде Фрэнк алып жатыр, Ансар дейді. Фрэнк қалай болады екен ал білмедім. Жалпы жай жүреді ғой Фрэнк деген. Еще атакашысы бір орында тұрады. Енді бір Фрэнкпен қатты ойнайтын шығар енді. Таңдағысы келген бойцы таңдай берсін. В общем, тез бассақ деп погнали деп жазып жатырмын. Или Ансарды да жаңағыдай зат ба екен. Жоқ, әне готов басылды. Ойлағым ғой менде уже зат. Типа бізбен или заттар сәйкес келмей қалған шығар деп ойлап отырған едім. Жоқ, келді екен. И бізде Амбермен еще зат бар. Не қылды там? Эміз бар екен. И анау легендар бар. Ал қабылдау керек. Енді мінекей сразу ультамызды жинадық. Ультасын ғой, бүйтіп лақтырсамыз. И ой, достар. Рандом лақтырып гол салып тастасаң базар жоқ. Солай сала береміз ғой енді. Кішкене біліп отыр. Сразу өліп қаламыз. Базар жоқ. Не істей аламын мен енді мыналарға. Гол кірген жоқ. Касой екен. Сразу енді Ансармен Асылжан өліп қалған болмады енді. Тупить етіп қалған енді. Кішкене гол кетпесін. После пожар жұмыс жасап жатырмын енді, кешірім сұрайын. Реакция деген 0 енді. Аха, мінекей енді тигізбеу керек. Түсініксіз енді атакалары бұлай лақтырып жатыр енді. Опа, хорош. Маған келе ма деп едім, келмей қалды. Что-то сет қылып жатыр. И гол, Асылжан, хорош, Асылжан. Молодец. Мінекей уже 2-0. Отатын секілдіміз. Лақтырып жіберем жаңағыдай. И гол. Тактика тауып алғансың, короче. Оп-оңай. Жаңағыдай қапталдан лақтырсың. Ешкімді өлдірмеген базар жоқ. Ну, хотя бы оттық главный победа. Аха, мінекей. Енді бір победа ғана қалды. Жаңағыдай бір победа жасасақ, уже оттатын боламыз. Киттің скинімен тұратын боламыз. Енді китті алғаннан кейін тұрамыз. Аха, мінекей. Бастайық, ондай болса тағы келесі. В общем, келесі ойынды сразу болса и соперниктеріміз көріп отқандай Мортис бар, жаңағыдай Каратис бар. Скиндар енді агрессивно көрінеді енді. Вирус ұқсайды екен. Так, біздің затымыз ғой деп қоясың. Жақсы, ондай болса бұлай сразу бара алам ба? Атаңның басы барыпсың. Біз сразу қатырып сат, ближний боец қой, оған не үшін бар жатқан білмеймін. Енді Мортистан сақтану керек. Барынша елге қашып кетейік. Бұнан бара алам ба? Косой екен. Мортис артынан қуып берді. Жетіспей қалдым. И гол кіре ма? Жоқ, кірмей қалды.
қопырап жатыр. Мынандай гаджетім бар екен, қолданып қояйық. Иә, бұлай гол салып кете ма? Жоқ, салмады. Просто лақтыра салған көрініп тұр. Ай, біздің команданың жоқ тұлпаларымыз бар. Опа. Қалай? Просто алдына барғанда өтіп кетем бақасынан. Енді кішкене гол құрамайын керек. Енді бұны лақтыра саламыз. Гол ма? Конечно, гол достар. Сразу басам жетіп бір гол салды, қиналып, сразу гол салып тастайсың ғой. Атып өтті. Тағы возможность бар ма екен? Бұл лақтырса. Тағы гол базар жоқ. 2-1 гол сразу. Манадан есе беру керек еді. Что-то тоқтатқан мен ана көріп отырғаныңыз уже күтіп алуға кетті. Біліп тұрмын енді бұлар ұстап алатынын. Сонда да типа зачем көрмеске дейсің. Мына жақтан лақтырсашы. Біреу кетті. Чисто варта бара жатыр, бірақ енді ұстап алды. Иә, мен аңқиып тұрғанда мені өтіріп кетті Калет. Аха. Ну, енді мына жақтан келе жатыр, сразу алуға қолданамыз. Автозатпен баспау керек енді. Зачем енді бір гол кіргізіп алдық тағы да. Енді 30 секунд қалды енді бар. Қашып кетем бар жоқ. Давай Ансар. Ай. Жетсем бе мен өлтіріп бұларды. Бұларды қолданамыз. Что-то қопырақ қалды бұлар. Чисто ұттым деген оймен тұрған секілді. Құтылу керек енді бұнан Ансар. Болманы. Секунд қалғанды. Жетісіп кеттік. Что-то вартаң аңыз тұрып өліп қалды енді. Құтылмау керек, барынша абайлау керек енді. Қиын болып жатыр ғой. Қайта секіріп кетті, мен тоқтып алу керек. Затымды қолдандым енді. Нейті супер селанды. Калет өлтіріп кетті. 49 секунд. Ниче алуға болмайды, ұтылуға болмайды. Топ маған келді, сразу бұлай ат жіберейік. Ұлтамызбен. По-любому ұстап оны. Мортис бар екен. Зачем гаджетті өтіріп қолданып жатырмын? Ансар лақтырып жіберді атаканы рандомно. Достар, гол. Молодцы, Асылжан. Ансар. Біз оттық, достар. 6-шы победамызды терлеп. Просто алтақ зат қой. Соның өзін зорға ойнап киттің скенін алдық. 6 зат үшін 5 попытканы құрттып. Енді достар, алдық редкий гардероб. Молодцы, жігіттер. Екеуіңе де рахмет. Қарап жіберейік. Мінекей кит легендарный мане база жоқ. Мінекей осындай аппақ. Просто аққа боя салған скин. Сол үшін де бір новый события шығарыпты. База жоқ, енді суперсел. В общем, екеуіне рахмет айтамыз. Мінекей осында испытание. Ондай болса сіздермен болған вирусус сіздерге қызық болды деген ойдамын. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығатын болады. Сол үшін арнаға тіркеліп колокольчикті басып кетеміз. И лайк басамыз, конечно. Сіздермен болған вирусус. Қош, сау болыңыздар достар.